Мәселе біздің ақшаны дұрыс қабылдай алмауымызда. Біз ақша адамды құртады деп ойлаймыз. Ақша адамды құртпайды. Ол жай ғана адамның қандай екенін ашып береді. Егер балаңызды дұрыс тәрбиелемесеңіз, ақшасыз ақ нақұрыс болары сөзсіз. Қолына ақша түсе сала оның осы жағымсыз табиғаты сыртқа шығады. Ал егер оны дұрыс тәрбиелесеңіз, балаңыз ақшамен де жақсы адам болып қалады. Бала мен ата-ананың қарым-қатынасына үлгі келтірсек. Мысал ретінде ана мен баланың қарым-қатынасын алайық. Қазіргі кездегі жағдайларға мән берсек, мынадай көріністі көп естіп көреміз. Баланың көзіне түскен кез келген затты анашым сатып алып бер деп бай балам салуы. Анасы кейде алып бергісі келгеннен, не болмаса дөрекі айтқанда, аузын жабу үшін алып береді. Ары қарай анашым туған күнімді тойлайық. Әр далаға шыққан сайын анашым балмұздақ және тағы да басқа сұраулары аяқталмайды. Міне, бала мен ананың байланысы шамамен осылай орнайды да, нәтижесінде бала ана қалағаныма қол жеткізер есік деген ой түйеді. Яғни бала қандай да бір айламен анамды көндірсем, ол маған балмұздақты да, ойыншықты да, тіпті туған күнімді де тойлатып береді деген ойда. Сәйкесінше бала ересек адамдар сияқты анасынан айла шарғысын асыру амалдарын үйрене бастайды. Жылап сықтайды, еңірейді, күн ұзағына бұртиып жүреді, ренжіген түр жасайды. Мейлінше әр нәрсеге наразылығын білдіре бастайды. Ал анасы оның тілегенін орындай қалса, мойнына асылып, сүйіп, бетінен сүйгізуге де рұқсат береді. Осылайша ол анасын келесі айласына дайындайды. Анасы дүкенге бара қалса, балалар ойыншық сұрағанда ойыншығын алып беруге дайын тұрады. Ал мен жұбайыма, байқадың ба, олар саған манипуляция жасап, айласын асырды. Сен қалағанын оңай алып бере салдың деймін. Әрі бұдан қандай сабақ алды деп сұрадым. Ойлап көрейікші, қандай сабақ алды? Олар ұсақ-түйек көп заттар алған. Неге? Себебі бұған дейін оларда еш нәрсе болмады. Ал қазір тым болмаса осы ұсақ-түйектері бар. Жоқтан жақсы емес пе? Сондықтан да олар ата-анасының ақшасын уайымдамайды да, үнемдемейді де. Олардың ойында ақша табу ата-ананың міндеті, ал менің мәселем қалағанымды алдырту. Баланың ішінде жинақтау деген түйсік қана бар. Мен бұл ойыншықты қаламаймын. Болды. Оған ойыншық керек болмауы мүмкін, бірақ мүмкін керекті болып қалар деген оймен алғызады. Ақша оныкі емес, бәрібір емес пе? Тегім болса, сірке суы да тәтті деп айтатын беді. Міне солай. Ойыншықты анасына манипуляция жасап алдырған бала бұдан қандай да бір сабақ алды ма? Жоқ. Бағаны бағдарлай ала ма? Жоқ. Қандай да бір шешім қабылдады ма? Жоқ. Оның қабылдаған жалғыз шешімі дүкенде анасынан айласын асыру болды. Ал қазір біздің дүкендегі ережеміз мынадай. Бала қалағанын айтады. Анасы бағасын қарап, сол ақшаны баланың қолына ұстатады да. Қаласаң ал, бірақ сол ойыншықтың ақшасына мынаны ала аласың. Не қаласаң біреуге көмек көрсете аласың. Қаласаң балмұздақ ала аласың дейді. Содан не болды дерсіз? Бала қолына ақша тиген соң, енді менде ойыншық алатын ақша бар деп ойлана бастайды. Көкейінде маған бұл уақ-суақ ойыншық керек пе деген сұрақ туындап, баланың миы тез әрі жылдам жұмыс жасай бастайды. Бұл ойыншықты алу үшін ақшамды беруім керек қой. Берсем бе, бермесем бе деген таңдаудың ортасында қалады. Оның орнына ананы, мынаны істесе болатын еді ғой деп ойланады. Бала ой елегінен өткізіп, жақсылап талдау жасай бастайды. Жарайды, мейлі, бала сол ойыншықты алды делік. Енді не болды дейсіз ғой? Енді ол үйге келіп не істейді? Алдымен ол ойыншықпен ойнайтын болады. Екіншіден, оған ұқыпты қарайды, себебі ол өз ақшасына сатып алған. Үшіншіден, ол ойыншықты пайдаланбаса, не сындырып алса, о құдайым сонша ақша жұмсап, өзім құртып алған не деген ақмақпын деп өзін кінәлайды. Бірақ бұл да сабақ. Бұл сабақ арқылы себеп салдар тізбегін тұйықтадық. Дәл осы кері байланыс тізбегі, яғни таңдау жасаудағы шешім қабылдау мен сол әрекеттің салдарын қабылдау, жауапкершілік, анализ жасау тізбегін аяқтау өте маңызды. Сонда ғана бала оны ешкім мәжбүрлемей, өзі шешім қабылдағанын нәтижесін талдау арқылы келесіде не істеу, не істемеу керектігін түсінеді. Өз қыздарымызды қалай тәрбиелеп қарым-қатынас жасайтыным жайлы мысал келтіре кетсем. 10 жасқа дейін қыздарымызды анасы өзі тәрбиеледі. Жыл сайын бізде мынадай жағдай орын алатын. Күнделікті үй тапсырмасын орындағанда үйде түнгі 12-ге дейін айғай-шу болатын. Қыздар сабақ оқымау үшін әр нәрсені айтып, бірсе ішім ауырды, бірсе қарным ашты, бірсе басым ауырды деп сылтауратып, аналарының айла шарғысын асырғаны соншалық анасы кейде бас ауырғаннан дәріздеп кететін. Күнделігі ұмыттым дейді, не тағы бір нәрсені ұмыттым деп 1045 сылтау айтатын.
Яғни олар 6-да сабақ оқуға отырса, жарты сағаттық үй жұмысын түнгі 12-ге дейін бітіре алмайтын еді. Тағы бір айғай-шу кезінде бұл менің ызамды келтіріп, анасына бастан аяқ сенің тәрбиең сәтсіз. Бүгіннен бастап қыздардың тәрбиесімен өзім айналсам, сен араласпайсың дедім де, өз қағидамды алға тарттым. Яғни балалармен ересек адамдарша қарым-қатынас орнату керек деген шешімге келдім. Алдымен қыздармен келісім жасадық. Шынайы еркіндікті бала онымен теңдей шарттарда келісім жасағанда сезінеді. Сонда ғана ол өзіне ересек ретінде жауапкершілік ала алады. Біз плакатқа келісім жасап, бөлме бұрышына іліп қойдық. Келісімнің ең бірінші ережесі еркіндік. Ол жерде балалар сабақ оқи ма, оқымай ма өз еріктерінде деп анықтама бердім. Балалар сабақты қалай оқығылары келеді. Үй жұмысын орындай ма, орындамай ма өздері шешеді делінген. Бұл олардың мәселесі, және өздері оның шешімін табуы керек. Қысқаша бірінші тарау еркіндік деп аталады. Келесі тарау кешкі 10:00-де ұйқыға жату. Бұнда олар үй жұмысын орындап үлгерді ме, жоқ па бәрібір. Бәрі ұйқыға жатады да жарықты қосуға, есікті тарсылдатуға және тағы да басқаларға тыйым салынады. Бұл жатақхана талаптары. Қалайсыңдар ма, жоқ па, әкелеріңе ерте тұру керек. Икемделіңдер дедім. Бұл әкелеріңнің бұйрығы емес, бұл оларды қоршаған орта заңдылығы. Соған қарай ыңғайлануларың керек деп кесіп айттым. Болашақта жатақхананың да талабы осындай болмақ деп те ескерттім. Ары қарай біз ата-ана ретінде ынталандыратын 5 бөлім құрадық. Біріншісі тәртіп. Ол 4 жердің тазалығынан тұрады. Төсек орын, әжетхана, жұмыс орны, гардероб. Яғни шкафтарын таза ұстау. Барлық жердегі мінсіз тазалық үшін біз ақы төлейтінімізді айттық. Олардың қабырғаларында кестелі плакатта бірнеше баған. Әр бағанның өз қатарында күн реті жазылған. Мысалы, гардероб, әжетхана және жоғарыда күнтізбе. Өте оңай кесте. Плакатқа бекітілген қаламды алып, аналары таңертең реті бойынша тазалықты тексереді де қол қояды. Яғни, төсек орын жинаула, қол қояды. Әжетхана таза, қол қояды. Гардероб жинаула, қол қояды. Жұмыс орны шашула, жиналмаған деп жазады. Бұл біздің үй шаруасы бойынша талап ететіндеріміз. 100% орындалған жағдайда ынталандыру ретінде берілетін өз бағасы бар. Кімге көп, кімге аз, шамамен 3000-2000 теңге деп алайық. Мәселе бұл механизмнің жұмыс жасауында. Әрі қарай бізде қазақ тілі пәні. Мұнда да осындай схема бар. Реттік нөмірі. Бірінші мысалы қазақша сөздер. Екінші орысша аудармасы. Келесі тест 1, тест 2, тест 3 деген бағаналардан тұрады. Егер бала айына 60 қазақша сөз жаттап айта алса, ол қазақ тілі үшін де 100% сыйақы алады. Сомасын айту маңызды емес, әркім өз шекті бағасын қойса болады. Егер 40% сөз жаттаса, оның да өз бағамы бар. Жалпы бәрі қарапайым. Бастысы жүйенің түсінікті болуы және олардың ата-ананың көңіл күйіне тәуелді болмай, өз табыстарын санай алуы. Бұл жағдай баланың өзін толық еркін сезіне алуының шынайы мысалы. Әр ата-ананың көңіліне жалтақтамай, келісімге негізделіп, өз еңбегінің ақысын алуы. Яғни анасының көңіл күйі жақсы ма, жоқ па, әкесінің бүгінгі көңіл күйі қандай екені маңызды емес. Әке шешесі көңілді болғаннан емес, ол тек нақты өз жұмысын атқарғаны үшін сыйақысын алатынына сенімді. Себебі олармен арамызда нақты келісім бар. Үшінші кезекте бізде спорт. Дәл үстіндегідей кесте. Айына 12 сабақ. Мектептегі спорттық шаралар есептелмейді. Нақты баратын бөлек спорттық үйірмелерге жазылулары керек. Біреу балетке барады, біреу гимнастикаға барады. Кестеге үйірмеге барды, бармады деп белгілейміз. Кем дегенде 45 минуттық үйірме болуы шарт. Егер сабаққа қатыспай қалған жағдайда, анасымен 45 минут саябақта жүгірумен алмастырса болады. Жанымыздағы саябақта шамамен 4 шақырымдай жүгіру есепке алынады. Ол жерде де оңай есептеледі. Барды бармады, болды. Төртінші бізде БЖБ. Бөлім бойынша жиынтық бағалау. ТЖБ 90-дық жиынтық бағалау. Олардың да өз бағасы бар. Бағалаудан 80%-дан жоғары балл алса, келісілген соманың 100%-ын алады. 60-тан 80%-ға дейін болса, белгіленген соманың 80%-ын алады. Төрттік баға сияқты. 60%-дан төмен нәтиже төленбейді. Спортпен қазақ тілден жақсы болып, математикадан осал болып кеткен жағдайда, математикаға баға өсіреміз де спортқа азайтамыз. Сол кезде біз үшін емес, біз тіпті оларға оқы деп те айтпайық, олар өздері үшін математиканы жақсартады. Бәрі де нарықтық механизм. Бәрі түсінікті. Артық ауыз сөз айтудың қажеті жоқ. Олар бәрін анық түсініп, сыртқы орта көрсеткен белгілерді қабылдай алады. Сыртқы орта бізге ақыл айтпайды ғой.
Нарықта шұжықтың бағасы осындай болуда дейді. Болды. Барлық кәсіпкерлер айтқызбай-ақ шұжық дайындауға жүгіреді. Нәтижесінде баға төмендейді. Нақтылай түссек, мысалы бала мен ересек адамды алайық. Біз оған мына мақсатты орында деп белгілі әрекетті талап етеміз де, соны істесең балмұздақ ала аласың дейміз. Біз бағыт беріп, баланы мынаны істесең, мынаған қол жеткізесің дейміз. Әрине, балмұздақтың орнында ақша болуы мүмкін. Бұл тікелей манипуляция. Яғни бұны жаса деп өзіміз қалағанды көрсетіп, мынаны аласың деуіміз манипуляция деп аталады. Бірақ оның екі жақта да тиімді басқа жолы бар. Біз балаға белгілі бір мақсаттар бар, және нәтижесінде мысалға маңызды әрекеттерді атап, әр әрекеттің артына сыйақы бар екенін көрсетсек. Бірақ әсте мына мақсаттарға қол жеткіз деп бұйыра айтпаймыз. Біз егер мына мақсаттарға қол жеткізсең, яғни баланың жан дүниесіне мотивация беру арқылы сыртқы ортаны өзгерте алатынына көз жеткіздіреміз. Бірінші жағдайда біз итермелесек, мұнда біз жай ғана қаласаң жаса, қаламасаң жасама дейміз. Бірақ бағасы мынадай деп көрсетеміз. Сонда не болады дейсіз бе? Ересек өмірде біз жұмыс жасаймыз, е? Неге? Ол жұмыс ұнағаннан ба? Бәлкім біреулер ұнатқаннан, бірақ көпшілігі жұмыс соңында ақша алу үшін. Сол ақшаға өз қажеттіліктерін өтеу үшін істейді. Ересек адамда байқасаңыз екінші мысалмен айналысады. Яғни оны ешкім мәжбүрлемейді. Оған сен боссың. Қаласаң көше сыпырушы бол, қаласаң күзетші бол. Бірақ әр жұмыстың ақысы сәйкесінше азырақ екенін айтамыз. Әрине, сен ғалым болып та жұмыс істей аласың. Ол жерде көбірек жалақы төлейді. Тіпті сен күткеннен де жоғары ақы алуың мүмкін, бірақ ол үшін біраз білім алуың, пәнді білуің, сынақ тапсыруың керек. Бізді ешкім мәжбүрлеп жұмыс істетпейді. Бізді тек қажеттіліктер, сыртқы орта ғана мәжбүр етеді. Тамақтану, отбасыларымызды асырау, тағы да басқа тұрмыстық қажеттіліктер ақша табуға итермелейтін күш емес пе? Жоғарыдағы екінші мысалға қайта ой жүгіртсек. Балаларда нақты таңдау, мақсаттар саны бар. Бірінші жағдайда біз саған мақсат таңдап бердік. Осыған қол жеткізсең, мынаны аласың дейміз. Ал екінші мысалдан шынайы еркіндік басталады. Қол жеткізгің келе ме? Мархабат. Қаламайсың ба? Жақсы. Өз еркің. Егер қаласаң, мына мақсаттар сені үлкен нәтижеге жеткізеді. Бірақ мен сені мәжбүрлемеймін. Манипуляция жасамаймын. Істе деп бұйырмаймын. Балалар бұның бәрін өз бетінше және саналы түрде жасайды. Еркіндік деген не? Карл Маркс айтпақшы, ол саналы қажеттілік. Адам саналы қажеттіліксіз басқа тіршілік иелері сияқты қозғала алмаймыз. Адамдарды алға қандайды бір қажеттіліктер ғана итермелейді. Нарыққа дәл ересектердің қарым-қатынасын балалармен қарым-қатынаста пайдалану керек деген көзқарастамын. Балалар тең қарым-қатынас арқылы өздерін ересек сезінері сөзсіз.